Алматыда ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай поэтикалық кеш өтті. Алатау дәстүрлі өнер театрында өткен рухани кеште халық ақынның өлеңдерімен сусында, көптен айтылмай жүрген әндерін тыңдады. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың туғанына биыл 88 жыл. Оның өлеңдері адамды шексіз кеңістікке, көз түрінер биікке жетелейді. Қасиетті қазақ жерін қарапайым да көңілге қонымды өлең жолдарымен жырлау арқылы жұрттың жанын баурайды. Небәрі 45 жасында қайтыс болған шайырдың алғашқы өлең жинағы 33 жасында жарық көрген екен. Мұқағалидың образын алып, Мұқағалидың енді бір музасымен сөйлесіп жүргендей, оның әндері аяқ астынан шығып кетеді, аяқ астынан туып кетеді деген сияқты. Біз сондай бір көрініс алып, соның төңірегінде біз Мұқағали Мақатаевтың сөздеріне жазылған бүкіл әндерін, бүкіл әнді емес, қанша ән жазылған, соның бір ішінде көптен бері айтылмай жүрген, көптен бері айтылмай кеткен әндерін көбін соны орындалды осы жерде.